Бұл ерекше ай. Бұл Рамазан айында шыны керек барлық халқымыз, еліміз ерекше күтеді. Алладан сұрайтын сұрауы несі бар, тілеуі бар. Бұл заманда енді шыны керек әр адам өзіне Алланың алдында өзі үшін жауап береді ғой, өзін жасаған іс-әрекеттері үшін жауап береді. Мен жеке басым Рамазан айында бір өзім кішкентай бала-шағам бар, кішкентай ғана семьям бар, анам бар, және халқым бар. Міне сұрайтыным сол, әйтеуір менің жасап жатқан іс-әрекетім Алланың қалауымен, Алланың несі, халық бағаламаса да Алла тағала бағаласа, соның өзі жеткілікті. Әйтеуір Алланың бағала себебі әрбір жасап жатқан ұсынысым, жасап жатқан, енгізіп жатқан заңнамаға ұсынысым, күресіп жатқан әрбір жұмыс тобы, әрбір заң жоба бойынша жұмыс тобы өзі құйтырқы іс-әрекетке толы. Бұның Алланың атымен мен жасап отырмын. Сондықтан да халық бағаламаса, әйтеуір Алла тағала бағалайды. Әрине не етіп отырмыз, биылда міне 30 күн ораза ұстаймыз деп, бұл енді айлардың сұлтаны ғой, адамның тазаратын кезі, бір-біріне кешірім сұрап, енді айлардың сұлтаны ғой, сондықтан бұйырса не етіп отырмыз, ұстаймыз деп. Бала кезімде атамның, әжемнің ораза ұстағанын көріп өстім. Әжем 5 уақыт намазын оқыды. Өзімізде Аллаға шүкір мұсылман отбасына тәрбиелендік. Сондықтан Рамазан мен үшін қасиетті ай. Ораза бұл бізге парыз. Сондықтан барлық мұсылмандарды оразаға қазақ елін шақырамын. Енді бүгінгі таңда президент те өз ауызашар береді. Мемлекет басшылары да Рамазан бізге жат емес. Сондықтан құтты болсын келе жатқан ай. Дайындық үстіндеміз, күтудеміз. Берекелі ай болсын. Сол Рамазанда тілеген тілектеріміз қабыл болсын, елде тыныштық болсын, береке болсын. Қуана-қуана күтіп отырмын. Әзірше ойлаған жоқпын ол жөнінде. Әдетте қалай өтеді сіз үшін Рамазан? Әдеттегідей өтеді. Мен бір ерекше бір ай ретінде оны қарамаймын, шынын айтайын. Осыдан 2 жыл бұрын осы Астана қаласын 2 жыл қатарынан өткіздік. Депутаттардың ауызашарлары болады. Жалпы өзімде жоспарлар бар. Кітап оқу, Құран оқу, рухани дайындалу деген сияқты. Рамазан бұл тазару айы ғой, денсаулыққа да өте пайдалы, оны дәрігерлер айтып жатыр. Сондықтан ол міндетті түрде керек. Тіпті батыс ғалымдардың өзі айына бір 3 күннен ашығып тұру деген айтады, айлап ашығып тұру деген айтады. Ал енді Рамазан бір шетінен парыз сауап аласыз, бір шетінен ашығасыз, денсаулыққа да пайдалы. Сондықтан рухани жағынан да, медициналық жағынан да өте пайдалы. Сондықтан құтты болсын, ерекше күтудеміз.